Қайырлы күн. Мен атым Темиргалиев Бейбіт, мен дәрігер-онколог болам. 30 жыл болды онкоцентрға істегеніме. Бүгінгі конференцияға маған сөз бергеніне көп алғыс айтамын. Бүгін деген біздің New Wave компанияның қандай продукция бар екенін көптеріңіз білесіздер, бірақ қосымша тағы 3 продукт туралы мен айтайын дегенім. Бірінші ол омега 3. Омеганың 3 түрі болады: омега 9, 6, 3 деген нәрсе. Мысалы, омега 9, 6 ол деген тамақ арқылы бізде жақсы ісіне береді. Бірақ омега 3 ісіну өте қиын. Сол үшін соған өзінің арнайы нәрселері бар. Сол үшін негізі омега туралы айтса, профилактика дозировка дейді ғой, қанша адам қабылдау керек? Күнде бізге 2 грамм омега керек, омега 3. Көрдіңіз бе? Сол үшін бізде күнделікті ішетін тамағымыз бар. Күнделікке бізге 30 грамм ет, 30 грамм май, 30 грамм қант керек. Сол үшін омега ол майға қарайды. Сол үшін омега деген қандай нәрсе? Ол деген біздің бастағы тамырларды тазалайды, өз қалпына келтіреді, қанды сұйық қылады. Сол үшін бергенде күніне 2 рет берген дұрыс. Бір капсула таңда тамақтан кейін, екіншісін кешке тамақтан кейін. Сол үшін бізге ең маңызды сол омеганың сапасы. New Wave компанияның омегасы өте жоғары сапа. Негізі әр адам өзіне чекап деген нәрсе жасаған дұрыс, тексеру. Тексергенде асқазан тексеру, ішек тексеру, колоноскопия, гастроскопия, сонымен қанның анализін тапсырған дұрыс. Соң онкомаркер деген нәрсе бар. Сол онкомаркер бойынша адам белгілі болады, ішінде қандай өзгерістер бар. Мысалы, мен өзім дәрігер болғасын, көбінде әйелдермен жұмыс істеймін қазір. Сонда, мысалы, біздің регион йод дефицит деп аталады. Бізде йод қалай сіңеді? Теңіз болу керек. Түркия мемлекетінде, мысалы, йодтың құрамы бәр адамдарда жақсы. Бізде өте аз. Бізде теңіз жоқ, мұхит жоқ. Сол үшін йод деген өте сондай нәрсе бізге күнделікті керек. Тағы үшінші нәрсе, мен сол зерттеген нәрселерімді айтайын. Мысалы, D3 деген витамин тексергенде, мысалы, 100 әйел тапсырса, оның ішінде 80 адамда 30-дан аз болады. Көбі ойлайды да, 30 деген ол жақсы. 30 деген ол 70-тен жоғары адамдарда болу керек. Негізі жастарда 70-тен 90-ға дейін болу керек. Сол үшін сіздер тапсырсаңыздар, мысалы, D3, бәрдеріңізде 30-дан аз болады. Сол үшін сол D3-дің бір ерекшесі, оның ішінде майлары бар. Сол майдың арқасында тілдің астына шашқанда 90% D3 ол сіңеді. Сондай күшті керемет нәрсе, маған да өзіме ұнайды. Сол үшін көп әйелдерде тағы бір нәрсе бар, 40-тан кейін климакс деген нәрсе болады. Сол омега, йод, сонымен D3, сол нәрсені жеңіл көтеруге өте жақсы көмектеседі. Сол үшін 5 жыл бұрын, 10 жыл бұрын солар қабылдасаңыз, сіздерде ешқашан андай адамдардың денесінің қызығаны, ең бірінші мына мінездері бұзылады. Ашу деген нәрсені білесіздер ғой. Сол әйелдер неге ашуланады? Неге көбі еркектер қалжыңдайды? Мен ана жұмыстан шыққасын кеш келгісі келеді. Неге кеш келгісі келеді? Үйде айғай-шу. Мен өзім, мына жерге қойып қояйыншы. Мен өзім деген осындай бір қызық нәрсе болды. Сонда әйелдерді емдегенде, сол ең кішкентай баласы мамасына айтқан ғой: мама, сіз өзіңізге бір жақсы жұмыс тауып алсаңыз, жақсы болады дейді. Ерте келіп, кеш келсеңіз, сондай жақсы дейді. Ол кісі болмаған кезде үйде тып-тыныш, қалай келеді, айғай-шу, төбелес, бәрі жаққа қаша бастайды. Көрдіңіз бе? Бұлай қараса, бір қарапайым нәрседі, бірақ қанша адамға көмек береді.
отбасының ішіндегі тыныштығы сол әйелде ғой. Мысалы үйде кім бастық? Ол әйел. Сыртта кім бастық? Ол еркек. Сол үшін еркек үйге келгенде үндемей, айғай шу шығармай әйеліне ақша берсе, сонда гармония болады дейді. Сол ақша қайдан келеді? Сол әйелдің арқасында ғой. Сол үшін орыстар айтады ғой, за каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина. Неге? Потому что оны жатқызбайды, айтады, үйретеді. Сол үшін мысалы менің әйелім болса, мен де ол кісіні тыңдаймын. Неге? Ол мысалы бір қызық нәрсе болды да, бір күні бір наурызда ма, сол 3 күн демалыс болды да, сол 3 күн үйде жатқан ғой, ешқайда бармай. Сол 3-ші күні айтады маған, жұмысқа бармасаң да бұда барып қыдырып келші дейді да. Сені көре алмаймын дейді. Сол үшін осындай қарапайым нәрсе, йод, D3, омега деген сол адам несін орнына келтіреді, жүйкесі өз жойылмай, өз қалпына келеді. Сол үшін адамдардың қандай нәрсесі бар? Мысалы бізде қазақтар айтады, адам сырқыраса, ауырса не болады? Ең бірінші не деп аталады? Әр адам өз уайымен жүйкесін әбден тоздырады дейді. Көрдіңіз ба? Әрбір адам өзінің жүйкесін өзі уайыммен тоздырады. Сонымен екіншісі, адамдарды жаман жақсы бөтен туысқа бөлуге болмайды. Неге? Мысалы адам қиналған кезде кімнен көмек керек екенін білмейді. Сол үшін мысалы маған ауру адамдар келгенде мен айтамын, саған осынша ақша керек, саған реабилитация, емделуге. Мысалы айтамын да, сен мен арқылы регистрация жасайсың, ең аз саған алады 200 мың алу керек. 200 мың саған бір айға детокс. Black Wave, Ion Wave, Soknoni. Мысалы мен айтамын, 4 Black Wave аласың, 2 Noni аласың, 2 Ion Wave. Примерно сол 200 мың, 300 мың. Ол бір айға. Реабилитация орнына келтіру үшін 4 ай керек. Сонда 200 мыңнан санағанда 800 мың болады, 300 мыңнан миллионнан асып кетеді. Көрдіңіз ба? Сол адам өз-өзін жақсы көріп сыйласа, сол реабилитация жасаса, сонда осы өнім өте жақсы көмек береді. Мысалы, көбінде онкологиямен ауырған адамдар химиотерапия өткізсін, шаш түсіп, беті бұзылады, іш құрылысы бұзылады, жатып қалады. Көрдіңіз ба? New Wave продукциясын мен уже анықтағам, тексергем, келеді адамдар бір ай ішкен өзінде жатып қалған адам жүріп өз қалпына келеді. Сол үшін мен үзбей жалғыз дәрігер емес, компания бізге қандай мүмкіндік береді? Біріншіден, сен дәрігер болғасын, саған адамдарға көмек, реабилитация. Екіншісі, көп адамдар қосылғасын, компания саған ақша төлейді. То есть сен бизнесқа жатасың, бизнесмен болып саналасың, сен жай ұсыныспен адамдарға денсаулығына көмек бересің, екіншіден ақша жағынан да саған компания компенсация беріп тұрады. Компенсационный план дейді ғой. Сол үшін мен ойымша көбірек дәрігер компанияға қосылып жұмыс істесе, көп адамдарға біз көмек береміз. Ол адамдар әртүрлі болады. Біреуде сенеді, біреулер сенбейді. Сенбейтін адамға кішкене қиындау, сенетін адамға кішкене жеңіл. Сол үшін біздің міндетіміз қандай? Әр адамға ұсыныс, информация, білім. Ілім дейді, білім дейді. Сол ілім қалай келеді? Ата-анадан бізге генетика ретінен келеді. Білім деген осылай әртүрлі кітап оқығасын, информация оқығасын, адам деген өз-өзінің дәрежесін жоғары көтереді. Тағы бір қызық нәрсені айтып берейін. Мен өзім өмірімде болған бір компанияда істегенде, медицинский компанияға, сол реабилитация жасағанбыз. Химиядан кейін адамдар келеді, біз денге стационар ашып, соларды емдейтінбіз. Сонда 3 күн, 5 күн жатады, содан кейін жағдайы дұрысталады. Сол үшін осындай жағдай болды, бір старший медсестра болды, сол менен айтты да, менің күйеуім сондай ашуланшы бір адамдар болады, жалғыз еркек емес, әйелдер. Әртүрлі TikTok неде көресіздер ғой, Instagramда шығып, бір-бір төбелесетін, бір-бірін сыр жіберді ме, или өткізіп берді ме, или осып кетті ме, артынан
қуып жетіп тоқтап сонымен сөйлесу керек, ұрысу керек. Менде де сол бір екі рет болған, сол артынан қуып анау мынау сөйген әйел не қыласың, ол асық тұрған адаммен сен оған не айтсаң да ол сені тыңдамайды. Қазір мен мән бермеймін да, былай бұрылса да былай бұрылса жарайды, сенікі дұрыс, сен асықсаң бара бер деген сияқты. Мәселе неде? Сол бәрімен ұрысады, боқтайды, төбелеседі. Сойын әйел айтқан ғой, маған бір ұсыныс айтыңызшы, күйеуімді қалай тоқтатамын? Сойын сол кезде мен ұят беріңіз деп айтқанмын. Сойын бір аптадан кейін әйел таңғалған ғой. Бәке не істеп қойдыңыз дейді. Не болды десем, мен күйеуімді танымай қалдым дейді. Бір аптадан кейін ұят ішкесін, мүлдем басқа адам ғой. Ешкіммен ұрыспайды, үндемейді. Үйге келгенде тарс тұрыс бәрін ұрысып, балаларын соғып, немелерін ұрысып сөйтіп жүре береді. Қазір дейді, екеуміз жұмысқа келеміз, қазір үндемейді дейді. Біреу озып жатыр ма, біреу айтып жатыр да үндемейді дейді, мән бермейді. Екіншіден айғай шу, төбелесі, боқтау басылды дейді. Бір жағынан оның жүйкесі дұрысталды. Содан кейін ақырындап түрі өзгере бастады. Қыз ұрысқаннан көзі бәрі қып-қызыл болады дейді. Қызарғаны кетті, беті іскені басылды, ақырындап салмағы да кете бастады. Ең бірінші сол мінез өзгеруін сол саған ризамын дейді. Мәселе неде? Сол осы продукция дәл сондай нәтиже береді. Бірақ оған сену керек. Бірақ уақыт керек. Әр адамның денесі әртүрлі. Біреу мысалы 10 жаста болып, оның проблемасы 50 жастағы адамнан көп болуы мүмкін. Әртүрлі. Сол үшін мен айта алмаймын, саған 3 күн керек, саған 5 күн керек, саған осынша күн керек деген. Сол үшін өздеріңіз тексеріп алыңыз. Мысалы, йод бізде өзіміз былай да былай аз, бірақ бір қызығы айтайын дегенім, мысалы бізде тұздың ішінде йод бар. Соның мына ауада йод бар. Соның кейін суда йод бар, тамақта йод бар. Бірақ зоб деген нәрсе, сол йод аз болғаннан зоб болады. Қаншама адамдар күнді операция, күнді мысалы Қазақстан бойынша 100 адамға операция жасайтын сияқты. Сол ішінде қателік да болады, рак щитовидной железы. Оның бәрі операция, оның реабилитация, қанша адам жүйкесі кетеді, қанша уайымы кетеді, қанша ақшасы кетеді, сол өз қалпына келтіру. Содан кейін оны синтетикаға отырғызады, эльтироксин 75, 100, 150 деген сияқты. Соны өмір бойы іше береді. Мысалы маған келгенде мен айтам, сен жалғыз сол эльтироксин емес, ана сұйық йод тауып ал, онда түрлері бар. Бірақ мына йодтың ол сумен сәйкес та, еще бір жағынан алманың дәмі бар. Көбінде балалар қандай шырын ішеді, көбінде алмамен, басқалар онша емес. Сол үшін балаларға да беруге болады. Содан кейін үлкен кісілерге қандай жас болады, сол бізде йод дефицит болғасын бәр адамға ең азы 3 ай қабылдау керек. Сонда сіздер мысалы ұсыныс жасайсыздар ғой, мысалы біреуде зоб, біреуде аутоиммунитет дейді, біреуде ісік, сол йод ұсынған кезде сіз бәрін жазып алыңыз. Қандай дозировка ішеді, содан кейін ақырындап өзі айта бастады. Мысалы 3 айдан кейін 75-тен кейін 50-ге ауыстырдым, 25-ге ауыстырдым. Біреулер болады, мүлдем мен қазір ішпеймін дейді. Сондай адамдар да болады. Сол үшін сіздерге біріншіден қорықпау керек, өнім деген өте таза. Екіншіден сенім болу керек. Үшіншіден өздеріңіз адамдарға көмек бергесін, бәр адамнан алғыс айтасыздар. Сол үшін алғыс деген бізге ең жақсы нәрсе, адам ішінде эйфория деген нәрсе болады. Эйфория деген адам жалғыз сезім емес, денесі де өзгере бастайды. Өздеріңізді қабылдаңыздар. Мысалы, мен де өз-өзіме ой келді. Мысалы, мен акция болған кезде D3 көп алып алғам, сонымен қолданып жатыр. Мысалы, сіздер де былай жазсаңыз болады. Мысалы, бір адам жазасыз, айтасыздар, йод ішіш, содан кейін D3-ді тексеруге болады. 30-дан аз болса, 3 ай қолдану керек. Бірақ витамин D3 деген бір нәрсесі бар, ерекшесі. D3 ол сағат 11-ге дейін ғана сіңеді. 11-ден кейін D3 қолданып ешқандай пайдасы жоқ, D3-ді көтеру үшін. Бірақ кешке, түсте қолдануға болады. Мысалы, гайморит болса, ангина болса, ол тамақтың ауруы болса, жөтел болса, соны
басқан кезде ішінде майы бар. Сол май ана қыжылдап тұрған тамақты өз қалпына келтіреді. Көрдіңіз бе, қандай бір қызық нәрсе. Мысалы, омега деген нәрсе бізде қазір, мен 1 жыл кардиологпен отырдым, мен өзіме шок болды. 30 жастағы жігіт инфаркт алған. Сонда сол жігітке кардиолог 15 дәрі жазып берген. 15 дәрі күніне ішіледі, 45 дәрі ішу керек. 45 дәрі деген синтетика ғой. Қалай ол асқазанына, бауырына, бүйрегіне зиян болмайды? Соны 1 жыл ішесің, содан кейін ақырындап 3 ай сайын жақсы болса, біз азайтамыз, содан кейін 1 жылдан кейін 2-ге ауысамыз деп ойлайды. Бірақ ол 1 жылдан кейін қайтадан инфаркт алуы мүмкін. Неге? Сол дәрі бір жағынан көмек болғанымен, синтетика болсын, екінші жағынан зиян беруі мүмкін. Мысалы, йод, D3, омега қандай зияны бар? Ешқандай зияны жоқ. Сонан кейін бізде ана деменция деген нәрсе бар. Паркинсон, Альцгеймер деген. Бұрын деген сол ана инфаркт, инсульт деген көбінде пенсияға шыққан адамдарда болады. Мен өзім дәрігерім ғой. Көбінде кардиологқа келсе, бұл 63-тен жоғары, қазір деген 30, 40, әйел болсын, еркек болсын, бәр жастарда сондай болады. Неге ол? Стресс деп аталады. Қазір кімде ипотека жоқ, бәрінде бар. Кімде кредит жоқ, бәрінде бар. Кімде рассрочка жоқ, бәрінде бар. Мысалы, 50 адам жинасақ, 1-2-еуіне ғана болмайды, қалғандардың бәрінде бар. Неге? Ол күнде ай сайын стресс. Қалай төлеймін? Қайдан ақша табам? Бір адамдар болады. Қалай мен кездескем, қызық, е? Ана біреу сұрайды, маған кредит алып берші дейді. Алып береді, 1-2 ай төлейді, бітті, жоғалып кетеді. Оның бәрі соны өзі төлейді. Күнде стресс. Ай сайын ана досын ойлайды, қайда жүр деп, неге төлемейді. Соны өзін сонда кім кінәлі? Өзі ғой, өз атын алғасын, өзі төлейді. Осының бәрі стресс. Бірақ стрессті кетіретін 3 нәрсе, мысалы, йод, D3, омега ішсең, сенің стрессің 50%, 80% аз болады. Сен уайымдамайсың, ауырмайсың. Бір Аллаға тапсыру керек қой, сондай мәселе. Сол менің өмірімде болған нәрселердің бәрін мен айтып тұрам да, сол салыстырам. Мысалы, бір орыс кісі келді, 50 жаста ма, сондай инфаркт алды. 1 жыл дәрі ішкесін маған жіберді, онколог ретінде. Еркектерде көп дәрі ішсе, гинекомастия деген нәрсе болады. Гинекомастия ол көп дәрі ішкесін еркектердің көкірегі өсе бастайды, әйел сияқты, сол гинекомастия деп басталады. Даже еркектерде рак грудной железы деген нәрсе болады. Мысалы, әйелдердің емдесе, еркектердің емдеу өте қиын. Ол агрессивный формада. Ең көп 3 ай өмір сүреді, ешқандай операция, химия, лучевой көмектеспейді. Сонда мен өзім таңғалғаным, сол кісіге мен 1 айға омега жазып бергенде, ол 1 айдан кейін келгесін, мысалы, ол кісі инфаркт бар, тағы бір ауруы бар, бір нәрсе. Сол инфаркттың арқасында оған бір квота деген нәрсе бар, сол операция жату керек болатын, кардиолог рұқсат бермей маған жіберді. Гинекомастия болғасын, мен айтам 1 айдан кейін, содан кейін өзгеріс болса, рұқсатын береміз деп. Сол 1 айдан кейін сол омега ішкенде, соны гинекомастия деген жолып кетті. Соны еркектің түрі өзгеріп кетті, жарқырап тұр көзі. Сол менен сұрайды, мен жаспын ғой, мен әйелім бар, анда-санда қатынас бола ма деп. Енді қай жерін ауырмаса бола береді деген сияқты. Бірақ ЭКГ жаса, ешқандай қауіпті нәрсе болмаса, ешқандай саған кедергі жоқ деген сияқты. Көрдіңіз бе? Омега деген өте сапалы нәрсе болса, ол деген қандай адамда ауру бар, соның бәрін жеңеді. Бір жағынан емдейді, екінші жағынан профилактика. Сол бізге омега не үшін керек? Біріншіден ол адамның тамырларын тазалау, екіншіден бауырды тазалау, үшіншіден инфаркт, инсульт, деменция деген нәрсеге болмау. Бізде мысалы қазір өздеріңіз сыртта жүргенде аялдамай көресіз ғой, қағаз жабысып тұрады. Мынандай адам жоғалып кетті деген. Бұрын мүлдем болмаған. Көрдіңіздер ме? Апа болсын, ата болсын, потерялся человек, адам жоғалып кетті. Тауып алсаңыздар, осындай нөмерге хабарласыңыз деген сияқты. Или полиция шақырыңыз деген. Дұрыс па? Ол бұрын болған жоқ қой, қазір бар. Неге ол деменция деген сол? Сол осы балықтың майы сол нәрсені алдын ала алады. Сол үшін қорықпай бере берсеңіздер болады.
бір ай емес, 2 ай, 3-4 айға дейін. Мысалы 40 болса 1 ай жетеді, 60 болса тағы қосасыз 2 ай, 60-70-тен көп болса 4 ай беру керек. Мысалы сіздер даже омега, йод, D3 3 ай берсеңіздер, адамды танымай қаласыз. Мысалы көп адамдар бар, суретін түсіреді, қандай болды, 3 айдан кейін түсіргенде уже танымай қалады. Ағарып кеткен шашы өз қалпына келеді, беті деген бәрі босап кеткен, ісіп кеткен өз қалпына келеді, көңіл күйі өз қалпына келеді, мінезі өзгере бастайды. Сол деген нәрсе деген, мысалы біздің миссия сол адамдарға көмек беру. Біз сонымен ұсыныс жасап, айтып, әр адамға енді әртүрлі келісім керек та. Біреуді ұрсу керек, біреумен жұбату керек, біреумен бір-бірімен отырып сырласу деген, мына менде бір ұнайтын қазақтың сөзі бар да, басқа тілдерде онша көп емес сырласу дейді ғой. Көрдіңіз ба? Әр адаммен сіздер сөз тауып, проблемасын тауып, дұрыстап айтып берсеңіз, ешқашан сіздер жоқ деп айтпайды. Солай ғой. Сол үшін сіздер осы информация тыңдағандарыңызға рахмет. Ұзақ өмір, мөлдір махаббат. Сұрақтарыңыз болса, мен айтып берейін.